Бұдан бөлек облыстың энергетика саласын толық цифрландыру мақсатында электрмен жабдықтауды және жылумен жабдықтауды дамыту сұлбасын әзірлеу жоспарлануда. Электрмен жабдықтауды дамыту сұлбасы бойынша жобалау ұйымдары мен институттардан баға ұсыныстары жиналып, ең қолайлысы айқындалуда. Әзірлеу құны шамамен 200 миллион теңгені құрайды. Ал Өскемен қаласында жылумен жабдықтауды дамыту сұлбасын әзірлеуге 180 миллион теңге қажеттілігі бар. Жылу желілері, электр жабдықтау желілері біздің қаламыздың, облысымыздың халықтың тұрмыс тіршілігін, тұрмыс деңгейін көтеру үшін өте қажетті сала, басымдықпен біз қараймыз. Және бұл салаларда қаржы мәселесін дұрыс пайдаланбау, тағы басқа жаңағы жеңіл қарап, жан ашымай жұмыс істеу мүмкіндік бермеуіміз керек. Өйткені қыстың күні қарасақ, жел тұрды, жаңбыр жауды, қар жауды, дауылдатты, қайта сөне береді. Оның артында әлбетте сол тиісті электр жабдықтау желілерінің дұрыс уақытында салынбауы, ұрлануы, тағы басқа мәселелер. Бұлардың барлығының артында әлбетте ұрлық мәселесі тұр. Келіп подстанцияны, қосалқы станцияны, трансформаторлық қосалқы станцияның өзін жасайды да кетеді. Ертеңіне ұрланды дейді, оған қайтадан қаржы шығару керек дейді. Олай болмайды алдағы уақытта.